Сәлем достар, сіздермен Миссис Мадина. Бүгін бізде ағылшын тілін нөлден бастап үйрену сабақтары желісінің 3-ші сабағы. Ең алдымен 2-ші сабақта болған барлық мағлұматты бір қайталау мақсатында ережені толықтырыңыз. Ал енді берілген сөздерді қатар-қатармен екі сөзден оқып шығамыз. Бірінші қатардағы екі сөзді алдымен сіз оқыңыз, сізден кейін мен қайталаймын. Smoke, we. Жалпы W деген әріп бізде U деген дыбыс береді. Сонда we деген дауыс шығады. Ал келесі сөзді сіз оқыңыз, сізден кейін мен қайталаймын. Same, muse. Tube, sail, vote. Fine, so. Егер берілген сөздердің барлығын сіз ешқандай қатесіз оқып шықсаңыз, онда сіз алдыңғы сабақты толық меңгерді деген сөз. Stone, тас. Pine, қарағай. Bone, сүйек. 9, 9. Берілген сөздердің барлығын сізден кейін мен қайталаймын. Бастаңыз. Tune, we. Tape, bowl. Sane, mole. Rave, Bible. Dive, gave. Mine, stiff. Safe, rate. No, me. Drive. Ал енді бізде кішігірім диктант болады. Мен айтқан сөздердің ағылшыншасын өзіңіз жазып шығыңыз. Бірінші сөз тас. Stone. Екінші сөз сүйек. Bone. Үшінші сөз 9. 9. Төртінші сөз қарағай. Pine. Ал енді видеоны паузаға қойып, берілген сөздердің транскрипциясын қасына жазып шығыңыз. Pail, stone, bee, tune, bite. Ағылшын тілінде осы сөзді сіздер өте көп кездестіретін боласыздар. To. Егер сөздің алдына to қосылса, онда міндетті түрде бұл сөз етістік. Яғни белгілі бір іс-әрекетті қимылды білдіреді. Мысалы, to make, to take, to save. To go. Бару, бір жерге бару. To make. Жасау, бір нәрсені жасау. To take. Алу. To like. Ұнату. Like бас деген, яғни нравится бас, ұнатуды бас деген сөз. To hope. Үміттену. To go. Бару. I go home. Мен үйге барамын. To hope. Үміттену. To make.
жасау. Ал енді мына сөйлемді өз бетіңізше оқып көріңіз. I hope to go home. Мен үйге барамын деп үміттенемін. To like, ұнату. Дәл осы сөз сияқты видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. To mute, дауысын өшіру. Ал енді менен кейін қайталаңыз. I hope. I like. I make. I go home. Ағылшын тілінде ерекше оқылатын сөздер өте көп кездеседі, соның бір легін қарастырып көрейік. To come, бару. To love, жақсы көру. To have, бар болу. Мысалы, менің машинам бар, менің әпкем бар деген сияқты, бар болу. To have. Many, көп. Транскрипциясына ерекше назар аударуларыңызды сұраймын. Many деген транскрипцияда ең бірінші апостроф, жоғарғы жағында үтір тұр. Ол дегеніміз осы буынға екпін түседі деген сөз. Many. Келесі сөз some, бірнеше. Ал кез келген зат есімнің алдына біз артикль қоямыз. Бұл дыбысты шығару үшін ауыз қуысыңыздағы ешқандай орган жұмыс жасамайды, жай ғана спокойно түрде деп айтасыз. Деген қазақша дауыспен шатастырмаңыздар. Жалпы бұл экскаватор деген әріпке ұқсайды. Бірақ тіліңіз, ауыз қуысындағы ешқандай органыңыз қиналмай айтуыңыз керек. Мысалы, a kite, a bone, a lake. Сабақты қорытындылай келе, бүгін сіздермен не үйрендік? Ең алдымен барлық етістіктің алдында қолданылатын to, барлық зат есімнің алдында қолданылатын артиклі туралы және ерекше оқылатын сөздер туралы барлық мағлұмат алдық. Бүгінге берілетін үй тапсырма, берілген тексті жақсылап оқып шығыңыздар. Бүгінгі өткен тапсырмалардың барлығы осы текстте қамтылған. Жақсылап транскрипциясын барлығын ескеріп, оқып шықсаңыздар, сабақ сіздерге толық түсінікті болды деген сөз. Сіздермен болған миссис Мадина. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Goodbye.